Сәлем достар, бүгін біз осындай жүрекше узорын үйренетін боламыз. Өзіміздің керекті ұзындықтағы петляны жасап аламыз. И воздушная петля бірінші қатарға міндетті түрде 3 воздушная петля тоқимыз. 1, 2, 3. 4 төбешікті қалдыра отырып, 5-шіне бір сол без накида жасаймыз. 1, 2, 3, 4, 5-шіне. Міне, петля ілдім, накид ілдім. 5-шіне кіргіземін. И осы жерден осылайынан бір петля шығарамын. Міне шықты. Келесі тағы осыны тоқылмай жатып, біздегі петляны тоқылмай жатып, тағы накид ілемін де осы жаңағы немізге петлямызға кіреміз. Тағы да накид ілемін де кіремін. Міне. 3 рет ілгеннен кейін осының барлығынан бір петля шығарамын. Міне. Бір петля. Осылайынан шықты менде. Келесі бір воздушный петля тоқимын. Тағы накид іле отырып, біздің осы петлямызға кіреміз қайтадан. 1. Тағы накид ілемін. 2. Тағы накид ілемін. 3. Барлығынан бір петля шығарамын. Міне. Келесі воздушная петля, накид ілемін, 2 төбешік қалдырып, 3-шіне кіріп, дәл осы узорды қайталаймын. Міне, накид іліп біреуін шығардым, накид іліп 2-шін шығардым, накид іліп 3-шін шығардым. Осының барлығынан бір петля шығарамын. Міне, шығардым. Келесі воздушная петля, тағы осыны қайталаймыз, ілемін. Шығарып, 2-шін ілемін, 3-шін ілемін, осылайынан, осының барлығынан бір петля шығарамын. Кейін воздушная петля, тағы 2 петля қалдыра отырып, 3-ші төбешікке кіріп, осылайынан жасаймын. Накид, петля, накид, петля, 3 накидтен кейін осылайынан біріктіремін. Воздушная петля, тағы қайталаймын, накид ілемін, накид, 3 накид жасағаннан кейін біріктіремін де воздушная петля тоқимын. Осылайша қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Қатарды ең соңғы жаңағы жүрекшемізді тоқып болғаннан кейін воздушная петля и ең соңына один с одним накидом, столбик с одним накидом тоқимыз. Ол міндетті түрде басында және соңында осындай болып тоқу керек. Сол кезде біздің жаңағы бұйымыз дұрыс шығады. Міне бірінші қатар осылайынан көрінісі осылайынан аяқталды. Келесі қатар бұйымды теріс қаратамыз. И 3 воздушная петля. 1, 2, 3. 3 воздушная петля тоққаннан кейін мына жүрекшеміз бар ғой, соның қақ ортасына кіреміз. Міне осы жерге тағы жаңағы жүрекшеміздің бірінші қатардағы жолдарын қайталаймыз. Міне 2, 3 накидтен кейін барлығын біріктіремін. 1 воздушная, тағы солайынан 3 накид, барлығынан біреу воздушная петля. Тағы келесі жүрекшеміздің ортасына кіріп, тағы осылайынан накидпен тоқып шығамыз. Міне, воздушная петля, 3 накид, бір воздушная петля, келесі жүрекшеге. Осылайынан барлық қатарды осылайынан тоқимыз. Сол кезде бізде осындай жүрекшелер шығады.